Сабақтың тақырыбы парасат пайымы бөлімі бойынша Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі. Сабақ негізделген оқу мақсаттары: көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау, көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру. Алдымен шашты әңгімесінің авторы Айгүл Кемелбаеваның өміріне қысқаша шолу жасайық. Айгүл Кемелбаева 1965 жылы 21 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Құндызды ауылында дүниеге келген. 1982 жылы Қазақ орта мектебін бітіріп, 1984-1987 жылдар арасында Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқыған. 7-ші құрлыққа саяхат атты балаларға арналған хикаяты, 397 номерлі снайпер және діни тақырыпқа арналған тобығы сай, ғибадат, қияда атты әңгімелері мен мұнара атты романы бар. 1983 жылы Жалын баспасының республикалық жабық конкурсында балалар әдебиетіне арналған 2-ші жүлдені, 1997 жылы Мұхтар Әуезовтың 100 жылдық мерейтойы құрметіне жарияланған шығармашылық конкурста 3-ші орынды иеленді. 1998 жылы Жастар одағы мен Журналистер одағының Баубек Бұлқышев атындағы сыйлығының лауреаты атанды. Айгүл Кемелбаеваның бұл шашты әңгімесі ежелгі түрікмен елінің Әмударияны бетке алып, сыр бойы Қыпшақтан алған қалың жылқыны дүркірете қуып, онымен қоса 11 жасар баланы құлдыққа жегуінен басталатын шығарма. 11 жастағы Кенжебек атты баланы түрікмен елінде қандас бауыры Тасқұл шалға тап қылады. Шығарманың негізгі сюжеті осы екі кейіпкер айналасында өрмейді. Қос мұңлықтың ұқсас тағдырын суреттеу арқылы жазушы ұстанымы айқындалады. Бұл адам бойындағы туған жерге деген ыстық сезімнің еш уақытта тарқамайтындығы. Қанша рет қашуға әрекеттенсе де, жолы болмаған шал өзінің ауыр тағдырын балаға қайталатқысы келмейді. Сондықтан ол қабырғасы қатып, буыны бекімеген баланы үнемі қайраттандырып отырады. Жанын жасытуға, өмірден күдер үзуіне жол бергізбейді. Жылқы сырына қанық шал алда болатын аламан бәйгені сылтауратып, түрікпеннің бос жүйрігін арнайы баптап, сол бәйгеде баланы қашуға дайындайды. Кенжебек сияқты бала күнінде қолға түсіп, жат жерде қартайған шалдың ендігі арманы баланы туған жерге аттандыру еді. Кенжебек пен Тасқұл түрікмен елінің атақты байы Атажан байдың жылқысын бағады. Атажан елінде үлкен той болады. Сол тойда Кенжебекті шабандозға шаптырады. Сол ат жарыста еліне қашуға Кенжебекке көмек береді. Жолда қандай қиыншылықтар кез болса да, соған төтеп беруді үйретеді. Кенжебек ата ақылымен күнде 2 кесек табан нанды жемей кептіріп, жол азыққа дайындайды. Майлы кепкен құртты бір дорбаға салды. Шал оған шөлдесең таңдайыңа салып құрт сор, атыңа азыққа қойдың шикі құйрығын кесіп бір тілімнен бер деп үйретті. Қыпшақбоз атқа мініп еліне жетеді. Еліне келген соң тай сойғызып, айнала елді асқа шақырады. Сол кезде тілекші диуана, шашың өлең шөптей қаулай өсіп, еліңе шашты болып келдің. Алла тағала жар болып, ұрпағың шашыңдай болып өсіп өнсін деп бата береді. Жеңгелері сол мезеттен бастап шашты атап кеткен. Енді концептуалдық кесте стратегиясы бойынша әңгіме кейіпкерлерінің бейнесі мен іс-әрекетіне тоқтала өтейік. Әңгіме кейіпкерлері Кенжебек, Тасқұл, Атажан. Кенжебек түрікмен еліне құлдыққа түскен. 1 жыл бойы құлдықта болады. Қайтпас қайсар, жігерлі, өзіне сенімді жас бала. 1 жыл ішінде атты баптауды үйренеді. Жылқышы шалдың көмегімен бәйгеге қосылады. Қарт жылқышының өсиетін жадынан шығармай,
алыс жол мен қиындықты еңсеріп, еліне аман-есен оралады. Тас қол 60 жыл бойы Түркмен елінде құлдықта болған жылқышы шал. Дана, ақылды, жақсы дос және серік. Өзінің еліне қайтқысы келмеді. Кенжебекті Қыпшақбоз атқа мінгізіп, бәйгеге қосып, туған жеріне қашуына көмектеседі. Жылқыны баптаудың қыр-сырын жақсы біледі. Құлдықтан босаса да, Түркмен елінде қалады. Атажан Түркмен елінің атақты байы. Үлкен той жасап бәйге ұйымдастырады. Кенжебектің қашуына Тасқұлдың көмектескенін білсе де, оны жазаламайды. Тасқұлды және барлық қазақтарды құлдықтан босатады. Сөздікпен жұмыс. Әңгімеде кездесетін таныс емес сөздердің мағынасымен танысайық. Құма бұл күң, шапқыншылықта қолға түскен әйел. Оба бұл Түркмен ауылы. Ысықкөл, Ыстықкөл. Алғи дегеніміз елсіз алыс жер, қатерлі жол. Суын деген теңіз. Ендігі кезекті сергіту сәтіне береміз. Қара жорға болмаса, бірейдің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Алған екі жолдастар, біреуін шық той бастар. Той дегенде дейді екен, домалайды қу бастар. Ал қалайық билеңдер, билеңізді сүйіне, басыңыздар шаттанып, қара жорға биіне, қосын барлық делебе. Бірінші тапсырма. Шын жалған ақпараттарды тексеру. Бұл әңгіме кейіпкері шашы ұзын қыз бала. Мұнда қазақ халқының қиын қыстау кезеңінің бір көрінісі суреттелген. Әңгіменің оқиғасы Өзбек даласында болған. Кенжебек елге жете алмай жолда қалады. Түркпендерден зардап шеккен екі тұтқын, бірі Қаңлы, бірі Қыпшақ. Кенжебекке қашуға үгіттеген тұтқын шал. Келесі тапсырма. Дауыстап ойлау әдісі. Дауыстап ойлау әдісі арқылы ой түю, ой бөлісу. Жұптық жұмыс. Берілген мәтінді біреуі дауыстап оқиды, екіншісі тыңдай отырып ой түйеді. Өзінің түсінгенін екінші оқушы айтып береді. Келесі тапсырмада білім алушылар сөз жұмбақты шешеді. Білім алушылар тазалық әдісі бойынша кері байланыс жасайды. Тазалық әдісінің мақсаты білім алушыны алған білімін саралай білуге дағдыландыру.
Бүгінгі тақырып бойынша алған керекті ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар. Ал сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар. Ал бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендері болса, ет тартқышқа салыңыздар. Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі өткен жылдың құйрықты жұлдызындай жарқ етіп, сөзге көңіл суарған, көпшіліктің айызын бір қандырып қапысыз баба мұратты бағзы заманның шежіресіне қанық еткенді. Әңгіме өрісі кең, кей тұста этнографиялық, кей тұста тарихи мағлұматтарға жүгінсе, кей тұста атбегілік әуселесі әулиелікке ұласқан қазақтың дегдарлығын паш етеді. Кей тұста ел мен жердің аңысын аңдығандай географиялық әу-жайға қанықтырып қояды. Үйге тапсырма, әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме жазу.